Өткенде Нұқсия атаның үйіне кеп бата түсіргенде, осыншама ою-өрнекті көріп, видеоға түсіре алмай кеткен едім. Міне қазіргі үйлерге кіріп бірден Евра ремонтты қарай жөнелеміз, ал бұл үйге кірсең, таза қол өнер еңбегін көресіздер. Міне Зәки апайымыздың өз қолымен жасаған, қазір екінің бірі жасай бермейтін сырмақ, алаша, құрақтың неше түрлі оюымен, квадратный дейсіз бе, міне көптеген шүперектен жасалған әдемі құрақтарды көруге болады. Қазір көпшілік апамыз бұларды жасай бермейді, көздеріміз көрмейді, уақытымыз жоқ деген жаңағы сылтауларымыз бітпей жатады. Ал бұл апамыз сәл қолы босаса, осындай шаруалармен айналысады екен. Енді өзіңіз айтып жіберсеңіз, осыларды қалай жасайсыз? Қайдан уақыт табасыз? Материалды қайдан аласыз? Зәки апай. Бояу болса, неше түрлі істерім, бояу табылмай жүр. Енді мынау сол боялған киізден жасалған ою өрнектер, нөлеудер. Немередеріме кішкене естелік болсын деп жасағаным, енді бәр немереме істеп бергім келеді, бірақ та әлі істей алмай жатырмын. Әлі істейім деген нем көп. Мына ескі баладардың модадан қалған қыздардың, келіндердің ала сөмкемен әкеп тастаған мына недерін тастамай, қиып мынандай дөңгелек тігем. О, рахмет. Міне қараңыздар, қолданылған затқа екінші өмір сыйлап жатқан апамызға көп рахмет. Ісіңіз ілгері болып, қолыңызға дерт көрмесін.